Біз Атырау облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі жедел штабтың жұмысын күнделікті айтып отырамыз. Құрметті көрермен, су тасқынына байланысты шұғыл және шынайы һәм ресми ақпараттарды білу үшін төменде көрсетілген QR код арқылы Каспия Ньюс телеарнасының Telegram арнасына тіркеліңіздер. Бүгін 19 сәуір сағат 08:00-дегі Атырау облысы бойынша Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорны ұсынған ақпарат. Жайық, Қиғаш және Жем өзеніндегі су деңгейі туралы жедел мәлімет. 19 сәуір 2024 жыл. Ресей жақтан келе жатқан өр суын ең бірінші болып қабылдайтын Батыс Қазақстан облысындағы Январцево ауылының тұсында жайық деңгейі 19 сәуір күні 28 сантиметрге. Көшім су бекетінде 2 сантиметрге. Тайпақта 9 сантиметрге көтерілді. Атырау қаласында Жайық өзенінің деңгейінде бір тәулік ішінде 3 сантиметрге көтеріліп, қазір 399 сантиметр, қауіпті деңгей 550 сантиметр. Батыс Қазақстан облысы жағынан келетін судың есебінен Жайық өзенінің деңгейі Индербор кентінің тұсында 5 сантиметрге көтеріліп, 560 сантиметрге жетті. Қауіпті деңгей 845 сантиметр. Махамбет кенті маңында Жайық өзенінің деңгейі бір тәулікте 9 сантиметрге көтеріліп, су деңгейі 688 сантиметрді көрсетіп тұр. Қауіпті деңгейі 850 сантиметр. Ал жалпы көктемгі тасқын басталғалы бері 371 сантиметрге көтерілген. Қиғаш Шортанбай бекетіндегі су деңгейі тәулік ішінде 12 сантиметрге көтеріліп, қазір мұндағы су деңгейі 213 сантиметр болып тұр. Қауіпті деңгейі 5 метр. Жем өзенінің деңгейі бір күн ішінде 3 сантиметрге төмендеп, 181 сантиметрді көрсетті. Жайықтың жоғар жағында, атап айтсақ, Жайық Оренбург гидробекетінде су деңгейі сәл де болса төмендеп келе жатыр. Мұнда бір тәулік ішінде су деңгейі 38 сантиметрге түсіп, қазір 1036 сантиметр болып тұр. Қауіпті деңгейден 106 сантиметрге әлде артық. 19 сәуір күні Ирекли су қоймасынан секундына 345 текше метр су жіберілуде. Ауа құрамына келер болсақ, 19 сәуір күнгі Қазгидромет орталығының мәліметі бойынша Атырау қаласындағы ауа құрамында өзгеріс байқалады. Нөмірі 111 бекетте күкіртті сутек көлемі 4,8 микрограммды көрсеткен. Қалған өлшемдер қалыпты, яғни азот оксиді 3,3, көмір қышқыл оксиді 416, азот диоксиді 16,6, күкірт диоксиді 24,5 микрограмм. Ал бүгін желдің жылдамдығы сағатына 29 шақырымға жетеді. Бағыты оңтүстік шығыстан солтүстік батысты көрсетіп тұр. Енді Қиғаш өзеніндегі су деңгейі туралы жедел мәлімет. Атырау облысы бойынша Қазгидромет орталығының гидрологиялық мониторингінің деректері бойынша 19 сәуір сағат 8-дегі жағдай. Еділ өзенінің бассейні Қиғаш пен Шарон каналында су деңгейінің жоғарылауы байқалады. Су деңгейінің көтерілуі Волгоград қоймасынан судың көп мөлшерде жіберілуіне байланысты болып отыр. Қиғаш өзені Шортанбай ауылы су бекетіндегі су деңгейі тәулігіне 12 сантиметрге артты және 213 сантиметрге тең. Су тасқыны басталғаннан бері жалпы көтерілу 84 сантиметрді құрайды. Қиғаш өзені Катяевка, яғни Бүкейхан ауылы су бекетіндегі су деңгейі тәулігіне 17 сантиметрге көтеріліп отыр. Жалпы деңгей 90 сантиметрді құрайды. Шарон өзені Ганюшкино, қазіргі Құрманғазы ауылы су бекетінде су деңгейінің тәулігіне 7 сантиметрге артқаны байқалады. Су тасқыны басталғаннан бері жалпы көтерілуі 57 сантиметрді құрайды. 17 сәуірдегі Еділ су электр станциясынан қалпына келтіру секундына 15740 текше метрге жеткен. Қиғаш пен Шарон өзендерінің су деңгейі одан әрі көтерілетіні болжануда. 21 сәуір күні Соколок және қосымша қазылып жатқан каналдағы жұмыстар толық аяқталады. Бұл туралы тасқынға қарсы шараларға бекітілген 108-ші учаске координаторы Олжас Сұлтанов баяндады. Қазіргі уақытта қосымша нығыздау, техникалық бақылау, қосалқы жұмыстар қалып отыр. Соколок каналының жалпы ұзындығы 32 шақырым. Канал шөп, басқа да қалдықтардан тазартылып, түбі тереңдетілді. Соколок каналының жанына қосымша қазылып жатқан жаңа каналдың жалпы ұзындығы 24 шақырым. Каналдың ені 7, тереңдігі 2 метр.
Аталған учаскедегі жұмысқа 30-дан астам техника жұмылдырылды, деді Олжас Сұлтанов. Айта кету керек, Соколок каналы қалаға келетін үлкен су тасқынын күтіп алатын қақпа рөлін атқарады. Осы каналдың көмегімен судың негізгі бөлігін Каспий теңізіне қарай бағыттау жоспарлануда. Атырау облысында 2962 сарбаз тасқынмен күрес шараларына жұмылдырылған. Атырау облысында төтенше жағдай жарияланғалы бері волонтерлар жергілікті тұрғындармен бірге еліміздің әр өңірінен әскерлер келіп, жаға бекіту, қапшыққа топырақ толтыру жұмыстарына қатысуда. Соның бірі Гвардейск гарнизонының әскерлері. Қазіргі таңда әскерлер өздеріне бөлінген аймақтар бойынша дамбылар тұрғызуда. Олар заттай мүлікпен, медициналық қажеттіліктермен толықтай қамтылған. Әскерилерге ауыр жұмыстан кейін барлық жағдай жасалған. Атырауда жағалаудағы үйлердің тұрғындары дамбы құрылысына кедергі келтіріп тұр деп хабарлайды төтенше жағдайлар жөніндегі жедел штаб. Бүгінде Атырау қаласы аумағында Жайық өзені жағалауын бекіту жұмыстары жүргізілуде. Кейбір бөліктегі жоспарланған жұмыстар аяқталып, қауіпті деген аймақтарға арнайы техникалар көбейтілген. Ал кейбір тұрғындар өз аулаларын бұзып, бөгеттерді нығайту жұмыстарының жүргізілуіне қарсы. Осы орайда кеше қала әкімі Шәкір Кейкин Селстрой шағын ауданындағы Халилова көшесінің тұрғындарымен кездесті. Жайық жағалауына тым жақын орналасқан 29 тұрғын үй иелері қарсылықтарын білдіріп отыр. Қорытындысында қала әкімі шешімімен бөгет тұрғын үйлер алдындағы тас жолдың үстінде тұрғызылатын болды. Бұл шешіммен аталған көше тұрғындары толық келісті. Атырау облысы бойынша су тасқынына қарсы қауіпсіздік шарасына жұмылдырылғандар саны 1028 арнайы техника, 3875 мекеме қызметкері, 3741 ерікті, 1751 әскери қызметші. 183,4 шақырым бөгет тұрғызылып, 42,7 тонна гуманитарлық көмек жиналған. Су тасқыны салдарынан науқастарды қабылдауды тоқтатқан Жылой аудандық орталық ауруханасы өз жұмысын кеше 18 сәуір сағат 19:00-де қайта бастады. Емделушілерді қабылдау кестесі өзгеріссіз қалды. Естеріңізге сала кетейік, ауруханаға апаратын жолдың шайылуына байланысты медициналық мекемеге апаратын жолдың бағыты өзгерді деп хабарлайды жедел штаб. 1866 жылойлық отбасы 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде материалдық көмек алды. Бұл жөнінде жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Азамат Мәмбетов хабарлады. Жылой аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметкерлері су тасқынынан зардап шеккен отбасылардың өтініштерін тәулік бойы қарап жатыр. Қазіргі кезде ауданның 3266 тұрғынынан бір жолғы төлем алуға өтініш түскен. Бүгінгі күні 1866 отбасыға жалпы сомасы 688,9 миллион теңге бір жолғы материалдық көмек төленген. Құрметті көрермен, төтенше жағдай кезінде түрлі алып қашпа әңгімелер көбейетіні белгілі. Сол себепті шындыққа жанаспайтын мәліметтерге сеніп, әуре сарсаңға дүрбелеңге салынбауларыңызды сұраймыз. Атырау облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі жедел штаб хабарлаған ресми ақпаратты оқыңыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын.